Екі жетім. Бұрынғы заманда бір бай болған екен. Ол байдың бәйбішесі және тоқалы болыпты. Бәйбішесінің бір қызы, тоқалының бір ұлы, бір қызы болыпты. Күндерде бір күн тоқалы ауырып өледі. Бәйбіше тоқалдан туған қыз бен ұлға түк тамақ бермей, киім бермей, күні бойы қиын жұмыс істетіп жүреді екен. Бір күні бәйбіше әлгі бала мен қызға ұрсып қой бағып келіңдер деп аштан-аш далаға айдап жіберіпті. Бала мен қыз жылай-жылай қой соңында жүріпті. Баланың жылағанын қойлардың арасынан бір қошқар естіп, қыз бен баланы қасына жүгіріп келіп, неге жылап отырсыңдар депті. Бала мен қыз бастарынан өткен қиыншылықтардың бәрін айтқан екен. Қошқар, күн сайын менің басымнан бір түк жүнді алыңдар, сол сендерге әртүрлі тамақ болар депті. Бала мен қыз қуанып, күніне әлгі қошқардың басынан бір тал жүн алып, қалаған тамақтарын жеп, жүдеушіліктен құтылыпты. Бәйбіше бұлардың жүдемегеніне таң қалады да, бұларды тамақ беріп асырап жүрген біреу бар екен деген оймен, бұлар қайда барса да соңынан қалмай сыртынан аңдып жүреді. Бір күні бала мен қыз қошқардың жүнін алып, тамақ жеп отырғанын көреді де, үйіне келгеннен кейін өтірік ауырады. Байы келгеннен кейін мен өлетұғын болдым. Маған қара қошқарды сойып етін жегізсең жазыламын, болмаса өлемін депті. Байы әйелінің тілін алып, қошқарды соймақшы болып, тоқалынан туған баласын қошқарға жұмсап жібереді. Бала жылай-жылай қошқардың қасына барып, досым, сені соймақшы болды. Сен кеткен соң біздің аштан өлетініміз анық қой дейді. Сонда қошқар тұрып, амал бар ма, соямын дегеннен кейін ол соймай қоймас. Сойып етімді жегеннен кейін менің сүйегімді итке тастамай, түгел жинап бір жерге көміп қойыңдар. Тарыққан уақыттарыңда көмген жерді ашып, не сұрасаңдар бәрі дайын тұрар депті. Сонымен қошқар сойылып, еті желінеді. Бала мен қызға тиген бір жапырақ ет жоқ. Бір қошқардың етінен бір жапырақ бермегеннен кейін тоқалдан туған қыз әкесіне, бізді бала құрлы көрмейсің, біз де сенің балаларыңбыз ғой. Бізге жаның ашып етін бермесең де, тын болмаса сүйегін беріңдер дейді. Әкесі баласы мен қызына қошқардың сүйегін беріпті. Бала мен қыз қошқардың сүйегін бір бұрышқа алып барып көміп тастайды. Сөйтіп бәйбіше аурудан жазылған болып, қыз бен балаға қой баққыза береді. Бәйбіше қызға, босқа тентіреп жүрме, қой бағуға барғаныңда мынау бір қап жүнді бір күннен қалдырмай иіріп кел, иіріп келмесең үйге кіргізбеймін дейді. Қыз бір қап жүнді арқалай қой сиырды күндегі өрісіне апарғаннан кейін, ағатай, бүгін бұл бір қап жүнді қалай иіріп боламын, бүгін иіріп келмесең үйге кіргізбеймін деді. Енді не қыламын деп жылай бастапты. Қыздың жылағанын бір сиыр естіп, қыз бен баланың қасына келіп жөнін біледі де,
Жылама, байғұс, жүніңді маған бер, оны мен-ақ иіріп берейін дейді. Қыз қуанып жүнді сиырдың алдына қояды. Сиыр жүнді жеп жатқан уақытта жел шығып, сиырдың алдындағы жүннің біразын ұшырып әкетеді. Қыз жүнді қуалап кете береді. Бір уақытта әлгі жүн барып бір үйдің төбесіне шығады. Қыз жүнді алайын десе, үйдің үстіне шыға алмайды. Сонан кейін айғайлап жылап бастайды. Қыздың жылағанын естіп, үйдің ішінен бір кемпір шығады. Кемпір, қарағым, неге жылайсың дейді. Қыз өзінің ауыр халін айтқан екен. Кемпір оған, балам, менің басымды қарап жібер, сонан кейін өзім алып беремін дейді. Қыз кемпірдің үйіне кіріп, басын қарай бастайды. Қараса, кемпірдің басында әртүрлі тамақтар бар екен. Қыз бірде-біреуіне тимейді. Кемпір, болды балам, рахмет, судан сұлу бол деп батасын беріп, жүнін әперіп жіберіпті. Қыз тамаша бір сұлу болыпты. Барса, ағасы сиырдың аузынан жіпті алып отыр екен. Қарындасына қарап таң қалыпты. Қарындасы не көргенінің бәрін айтып беріпті. Сөйтіп қыз жіптің барлығын шешесіне әкеліп беріпті. Шешесі қызының сұлулығына қарап таң қалыпты. Ертеңіне бәйбіше өзінің туған қызына бір қап жүн беріп жібереді. Бәйбішенің қызы да барып ере алмай жылап отырған уақытта жел шығып, қыздың жүнін ұшырып әкетеді. Қыз жүнді қуа-қуа ұзап кетеді де кешегі кемпірдің үйіне барады. Қыз үйдің төбесіндегі жүнді ала алмай тұрғанда кемпір шығып, неғып тұрсың дейді. Қыз, жүн иіріп отырғанымда жел шығып жүнімді ұшырып кетті. Сол жүнім келіп, сіздің үйіңіздің төбесіне шығып, соны алайын десем, ала алмай тұрмын депті. Кемпір, балам, басымды қарап жібер, сонан кейін жүніңді өзім алып беремін дейді. Қыз кемпірдің үйіне кіріп, кемпірдің басын қарай бастайды. Қараса, кемпірдің басында әртүрлі тамақтар бар екен. Әлгі қыз кемпірдің басындағы тамақты жеп алады да, енді қайтамын, жүнімді алып бер дейді. Сонда кемпір тұрып, маңдайыңа мүйіз шықсын, саған жүн жоқ деп қызды ұрып-ұрып үйінен шығарып жібереді. Қыз үйіне келсе, әке-шешесі оны көргеннен шошып талып қалады да, бүкіл бақсы-балгерлерді жиып қыздың мүйізінен азар құтылады. Күндерде бір күн сол елдің патшасы кімде-кімнің аяғындағы кебісі қызымның аяғына жарасса, қызымды соған беремін. Кімде-кімнің аяғындағы кебісі ұлымның аяғына жараса, сол қызды ұлыма алып беремін деп еліне жар салыпты. Сонан кейін жұрттың бәрі қыздарына, балаларына әртүрлі жақсы аяқ киімдерді кигізіп, патшаға баруға даярланады. Бәйбіше өз қызына кебіс кигізіп, өгей қызы мен баласына, біз келгенше осы тары мен күрішті бір-бірінен айырып тазалап қойыңдар деп 10 қап күріш пен тары беріп кетеді. Өздері патшаға кетіп қалады. Бала мен қыз күріш пен тарыны
бір-бірінен айыра алмай жылап отырған уақытта бір ақ тауық келіп: «Сендер жыламаңдар, анау күнгі көмген қошқардың сүйегін ашыңдар, онда әртүрлі киімдер бар, соларды киіп сендер де патшаға барыңдар» дейді. Бала мен қыз қуанып қошқардың сүйегін көмген жерді ашады. Ашса, бір ақ бозат пен көк бозат тұр екен, және де әртүрлі киімдер бар екен. Бала мен қыз жақсы асыл киімдер киіп, екеуі екі атқа мініп патшаның тойына барады. Барса, уәзірлері бұл екеуін күтіп алып, патшаның қасына алып кіреді. Патша қызы мен баласын шақыртады. Қызы мен баласы келіп, әлгі екеуіне сәлем береді де олардың қастарына отырады. Онан кейін патша қызына: «Қызым, мынау жігіттің кебісін киіп көрші» дейді. Баласы мен қызы әлгілердің кебісін кисе, аяқтарына дәл келеді. Сөйтіп патша қызын жетім балаға береді де баласына жетім қызды алып береді.